Сәлеметсіңдер ме балалар, сабаққа қош келдіңдер. IS Open 5-ші сыныптың 4-ші юнитке байланысты тапсырмаларын бекітетін боламыз. 51-ші беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сабақты толығымен тыңдап шығамыз, 10-15 минут уақытымызды бөлеміз. Тек содан кейін ғана тапсырма орындаймыз. Сол кезде сендерге барлығы түсінікті болады. Exercise 1. Look at the pictures, complete the sentences with the correct form of have got. Суретке қара, have got-тың дұрыс формасын пайдаланып, сөйлемді аяқта дейді. Яғни мына жерде птичка тұрса болымды сөйлем, x болса болымсыз сөйлем жасаймыз. Мұнда әрине мен жазып дайындап қойдым. I've got 2 avatars. Менің 2 аватарым бар дейді. One avatar is Esmeralda. She has got green hair. Оның жасыл шашы бар. She hasn't got green eyes. Оның көзі жасыл емес. She has got blue eyes. Оның көзі көгілдір дейді. My second avatar is Rocket Boy. Менің екінші аватарым Rocket Boy. He has got purple hair. Оның күлгін түсті шашы бар. He hasn't got blue eyes. Оның көк көзі жоқ. He has got green eyes. Оның көзі жасыл. In real life, I have got a sister and a brother. Шындығына келгенде менің ағам және әпкем бар. They haven't got green hair. Олардың жасыл шаштары жоқ. They have got brown hair. Олардың қоңыр шаштары бар. Like me. Мен секілді дейді. Мұнда дұрыс жауаптың бәрін осында тізға тарғап жазып қойдым. Осы жерден жазып аласыңдар. Екінші тапсырмаға ауысатын боламыз. Put the words in the correct order. Жаңағы сөздерді орын-орнына қойып, сөйлем жасауымыз қажет. I have got 3 sisters. I haven't got a brother. Менің ағам інім жоқ. Have you got a big house? Сенің үлкен үйің бар ма? My grandmother has got an old car. Менің әжемнің, апамның ескі көлігі бар. Has James got a dog? Джеймстің иті бар ма? All my friends have got bicycles. Менің барлық достарымның велосипедтері бар. We haven't got a computer. Біздің компьютеріміз жоқ. Мына сөйлемнің дұрыс жауаптарын бәрін осында жазып қойдым. Осы жерден жазып аласыңдар. Келесі 3-ші тапсырма. Complete the conversations. Әңгімелерді аяқта. My dad is tall. My dad is taller than your dad. Менің әкем ұзын дейді. Менің әкем сенің әкеңе қарағанда ұзынырақ. Our house is big. Our house is the biggest house on our street. Біздің үйіміз үлкен дейді. Біздің үйіміз көшедегі ең үлкен үй. My grandparents are young. Менің ата-әжелерім жас. My grandparents are younger than your grandparents. Менің ата-әжем, сенің ата-әжеңе қарағанда жасырақ. My uncle is funny. My aunt is the funniest person in our family. Менің әпкем көңілді дейді. Менің әпкем біздің отбасымыздағы ең көңілді адам. I'm very intelligent. Мен өте ақылдымын. My baby sister is more intelligent than you. Менің кішкентай сіңілім саған қарағанда сенен де ақылдырақ. I'm a good singer. Мен жақсы әншімін. I'm a better singer than you. Мен саған қарағанда сенен де жақсы әншімін. Жауаптар мұнда жазып қойдым. Келесі 4-ші тапсырма. Complete the text about Alex. Alex туралы сөйлемді аяқта. Use the present continuous of the verbs in the brackets. Жашада берілген етістіктерді present continuous созылыңқы осы жаққа қоюымыз қажет. It's 8:30 and on Tuesday, but I'm not getting up. Сағат 8:30 болды. Сейсенбі күнгі, бірақ мен әлі тұрмадым дейді. Today is a holiday, so my parents aren't working and we aren't going to school. Бізде каникул дейді, демалыс дейді. Сол себептен менің ата-анам жұмыс жасамайды, және де біз мектепке бармаймыз.
Right now I'm staying in bed because I'm waiting for my sister Rosa to finish in the bathroom. Дәл қазір дейді мен төсегімде жатырмын, өйткені мен әпкемді күтіп отырмын. Розаны, иә, ол ваннадан шығу керек дейді. She is having a very long shower. Ол душқа өте ұзақ уақыт түседі. Today we are planning a family trip to the beach with my cousins. Бүгін біз отбасымызбен бірге жағажайға барамыз деп пландап отырмыз дейді, кузендермен бірге. It's 1 p.m. now and we are at the beach, but I'm not swimming. Дәл қазір сағат 1 болды, бірақ біз жағажайдамыз. Бірақ мен суға түспеймін. It's cold and it's raining. Күн суық және жаңбыр жауып тұр. My cousins aren't coming because my uncle is working, he's a doctor. Менің кузендерім келген жоқ, өйткені менің көкем дейді, дәрігер болып жұмыс жасайды. So we are sitting in the car. Енді біз көлікте отырмыз. I want to go home. Мен үйге барғым келеді. Онда бүкіл етістіктерді present continuous шағына жазып, осында қалдырдым. Осы жерде жазып аласыңдар. Келесі 5-ші тапсырмаға ауысайық. Complete the questions about the text. Мұнда сұрақта жазуымыз қажет екен, етістіктерді пайдалана отырып, және оған жауап жазуымыз керек. Енді мұнда сұрақтарға жауап береміз. Are Alex's parents working today? Алекстің ата-анасы бүгін жұмыс жасайды ма? No, they aren't. Жоқ, жұмыс жасамайды. What is Rosa doing at 8:30 a.m.? Роза таңғы сағат 8:30-да не істеді? She is having shower. Ол душқа түсті. Is it raining at the beach? Жағажайда жаңбыр жауып тұр ма? Yes, it is. Жаңбыр жауып тұр. What is Alex doing at 1 p.m.? Сағат 1-де Алекс не істеді? He's sitting in the car. Ол көлікте отыр. Is Alex having a good time at the beach? Алекс жағажайда жақсы уақыт өткізді ме? No, he isn't. 6-ші тапсырма. Complete the sentences with the past simple of the verbs in the box. Мұнда берілген етістіктерді past simple өткен шақта қойып жазуымыз қажет. A police officer visited the family to ask them questions. Полиция қызметкері отбасыға келіп сұрақтар қойды. The tour guide isn't showed us the palace because it was closed. Турдың гиді, бізге ғимаратты, сарайды көрсеткен жоқ, өйткені ол жабық болды. The pilot arrived at the airport an hour late. Ұшқыш аэропортқа 1 сағат бұрын кеш келді. The mechanic finished his work an hour ago. Механик өзінің жұмысын 1 сағат бұрын аяқтады. The chef cooked a fantastic dinner. Аспазшы керемет кешкі ас дайындады. Етістіктердің барлығын өткен жаққа қойып, мұнда жазып қойдым. 7-ші тапсырма. Choose the correct words to complete the conversation. Мұнда бізге диалогты аяқтауға қажет, ол үшін дұрыс етістікті таңдауымыз қажет. Hi Judy. Жерден ыңғайланып қоя алмай отырмын. Сендерге көрініп тұрсын деп едім. Мынау 7-ші тапсырма, балалар. Hi Judy, what are you doing? Сәлем Judy, сен не істеп жатырсың? I am looking online for a Saturday job. Have you got one? No, I haven't. I need one too. Мен дейді демалыс күнге жұмыс қарап жатырмын. Сенде бар ма жұмыс деп сұрап тұр. Жоқ, менде жұмыс жоқ, маған да керек еді дейді. There is a job here in a shop. Мұнда дүкенде жұмыс бар екен. When my brother is studying university a year ago, he works in a shop, but he
When my brother started university a year ago, бір жыл бұрын менің ағам оқуды бастағанда дейді, he worked in a shop, but he didn't like it. Менің ағам жұмыс жасаған дүкенде дейді, бірақ ол оған ұнамайтын. Now he is working in a restaurant and he says it's better than the shop. Дәл қазір ол жұмыс жасайды мейрамханада, және ол ең жақсы жұмыс деп айтты дейді. Дүкенге қарағанда жақсы жұмыс деп айтты. There is a restaurant job here, but they want an older person with experience. Мұнда мейрамханада жұмыс бар дейді, бірақ оларға жасы үлкен және тәжірибесі бар адам керек дейді. We haven't got any experience. Бізде ешқандай тәжірибе жоқ. No more jobs for us here. Бізге мұнда көп жұмыс жоқ дейді. Maybe you need to look in the town center. Мүмкін қала орталығын қарайтын шығармыз. Yes, I think that's the best thing to do. Мен ойлаймын, ол ең жақсы іс дейді. Келесі 8-ші тапсырмада сәйкестендіру қажет. Hello, hi, it's Steve. How are you? Fine, thanks. How much is it for the day? Ол бір күнге неше тұрады? An hour дей болады. What exactly is the job? Жұмыста не істеу керек? You help prepare the food. Сен тамақ жасауға көмектесесің. Have you got Olivia's phone number? Оливияның номері бар ма? Yes, it is деген жазылады. What time do I finish? Мен қай уақытта аяқтаймын? 5:30, сағат 5:30-да аяқтайсың. Can I call you back? Саған қайта қоңырау шалсам болады ма? Sure, thank you. Talk to you later. Кейінірек сөйлесеміз. Әрине дейді. Демек 1-де A, 2-де I, 3-де D, 4-де F, 5-де G, 6-да C, 7-де B. Осымен тапсырма аяқталды. Келесі уақытта кездескенше сау болыңдар. Сендерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Арнама тіркеліп, подписаться басып, сабақты соңына дейін тыңдап, тек содан кейін ғана тапсырма орындаңдар.